Сәлем достар. Бүгінгі біздің видеомыз жалпы негізі аксессуар сеансы қалай өтеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырыңыздар. Жалпы негізі сеанс, біз негізі массаж деп көп айтамыз. Аксессуар массажы деп көп айтамыз. Бірақ бұл массаж емес. Массаж десе көп адамдар кәдімгі жаңағы денені уқалайтын массаж деп ойлайды да, и сөйтіп дұрыс түсінбей жатады. Сеансқа келгеннен кейін бұл не болып дейді да. Негізінен бұл энергетический сеанс деп айтқанымыз дұрыс. Сеанс бұл адамның басында 32 точка болады. 32 точка болады. Ол 32 точка біздің мынау барлық өмірімізде қандай сфера бар, мысалға денсаулық, қарым-қатынас, карьера, сосын тағы не, ақша, энергия, осы 3-4 түрлі сфераны өзгертуге көмектесетін бізде басымызда точка бар екен. Негізі жалпы адамның мынау мышленесін, адамның миындағы подсознание дейді ғой, подсознаниені егер біз өзгертетін болсақ, подсознаниеге біз мысалға сіздің өміріңіз қазір быт-шыт болып жатыр, ешнәрсе ұнамайды. Сол подсознаниеге біз күшті мынандай жақсы өмір бар деп көрсететін болсақ, ол подсознание оған сенеді да, и сөйтіп сізге сол подсознаниеңіздегі өмірді сізге алып келеді. Сол сияқты бұл жерде, мен мына жерде былай көрсетейін, сіздерге теріс болып көрініп тұрған шығар. Мына жерде бізде 32 точканың барлығы көрсетілген. Яғни бұл жерге сіздерді айтып өтейін. Денсаулық бар, ақша бар, адамдармен қарым-қатынас, өзіңіздің күйеуіңізбен қарым-қатынас, және сізде егер қорқыныш болатын болса, қандай да бір детстводан, бір балалық шақта бірдеңеден қорқып қалдыңыз, соның барлығы осы точкаларды басу арқылы разблокировка дейді ғой, яғни шешіледі, блок шешіледі. Бұл жерде бізде көп солай қолданып жатамыз сөздерімізді. Блоктарыңызды шешеді деп та. Ақша блогы, жаңағы денсаулық жағынан, болмаса қарым-қатынас жағынан, мысалға балаларыңыз көп ауыра беретін болса, тоже ол да сіздің өзіңіздің миыңыздағы установкалар, установка дегеніміз, яғни қатып қалған бір қағида дейміз ба, или қатып қалған бір миымыздағы шектеулер, шектеулерді біздер осы 32 нүктені басу арқылы біз оны босаңсытамыз. Яғни сіз тіпті даже мысалға бір сеанс алғаннан кейін сіз миыңыз пустой болып қалады, жеңіл болып, басыңыз жеңіленіп қалады. Себебі біздер барлық нәрсені біз миымызға жинап аламыз, барлық нәрсе ойымызда жүреді, әр нәрсені ойлап жүреміз, сөйтеміз да біз не істейміз, ауырамыз, денсаулығымыз кетеді, одан кейін ақша жоқ дейміз, одан кейін балаларыңыз ауырады. Яғни сіздің миыңыз толып тұр да, сондықтан сізде уже жаңағы сбой болады ғой, былай айтқанда, ал бұл как жаңағы телефонды перезагрузка жасайсыз, перезагрузка жасаған кезде жақсы жұмыс жасайды ғой, мысалы телефон, компьютерде сондай, ноутбукте сондай, тура сондай сияқты сіздің миыңызға перезагрузка болады да, и сөйтіп сіздің миыңыздағы қатып қалған дүниелердің барлығы босаңсиды, яғни қатып қалған бір мынау болмайды деген нәрселердің барлығы сол кезде уже денеңіз босаңсыған кезде, миыңыз босаған кезде уже мүмкін емес нәрсенің барлығына жете аласыз да бұл жерде. Сеанс негізінен минимум 20 минут, максимум 90 минут жасауға болады. Енді ол сеанстың уақыты әркімде әртүрлі болады. Біреудің энергиясы мықты болады, біреудің энергиясы әлсіз болады деген сияқты. Яғни ол адамға байланысты. Мысалға, маған мысалға клиенттер келіп жатады, бір келіншек алған екен, ол адамда осындай өзгеріс болыпты, менде де сондай бола ма дейді. Жоқ, біз барлығымыз бірдей емеспіз, барлығымыздың сезім мүшеміз, біздің энергетикамыз барлығы бірдей емес, бәріміз әртүрліміз біз.
әркім өзіне индивид, өз алдына, иә. Сондықтан егер де менде болған результат сізде ол басқаша болуы мүмкін да. Или болмаса біреулерде мысалға бір сеанстан кейін уже кәдімгідей өзгеріс болып жатады. Бірақ сеанстан кейін өзгеріс болып жатады да. А біреулерге мүлдем әсер етпеуі мүмкін. Ол да адамның өзінің энергетикасына байланысты, өзінің қанша жыл бойы мысалға сіз егер жасыңыз 25-ке келіп сеанс алып тұрсаңыз, или жасыңыз бір 60-қа келіп сеанс алып тұрсаңыз, сол 60 жасқа дейінгі жиналған барлық установкаңыз, барлық жаңағы өміріңіздегі барлық болған оқиғалардың барлығын бір күнде бүйтіп өшіріп тастау, ол енді сәл қисынға келмейді, иә. Сондықтан бір сеанспен адам шектелмеу керек. Бір сеанс, мен айтайын сіздерге, барлық дүниенің шешімін шешпейді, иә. Барлық дүниенің жаңағы сұрағына жауап алмайсыз. Сондықтан минимум мысалға 5 сеанс алу керек. 5 сеанс это как бы средний, да, среднийдің средние. Біреулерге 10 сеанс керек болып жатады, біреулерге 15 сеанс керек болып жатады. Тіпті біреулері даже келет, мысалға, мен естіп жүрмін, 20 сеанс алып жатады. 20 сеанстан кейін енді кәдімгідей бум болады ғой, былай айтқанда, иә, кәдімгідей өмірі өзгереді адамның да, өмірі кәдімгідей өзгереді, потому что ол 1 емес, 5 емес, 10 емес, 20 сеанс алғаннан кейін ол адамда өзгеріс болады міндетті түрде. Сеанста әртүрлі состояние болады. Ол состояние жылайды адам, күледі, болмаса жаңағыдай денесінің барлығы жыбырлап, ол барлығы энергия ғой. Энергия жүргеннен кейін адамның денесінде жаңа тоқ сияқты жүріп жатқан сияқты жыбыр-жыбыр етіп сондай болады. Болмаса бір ауыратын жері болса, сол жері ауыра бастайды. Сосын немесе ұйықтайды, иә. Көбінесе мысалға кейбір уже жаңағы сеанс алып жүрген адамдар айтады, мен ұйықтап қалайыншы дейді да, ұйықтағым келіп тұр деп. Ал сіз мысалға сол ұйықтаған кезде адамдарда мынандай состояние болады. Трансовый дейміз ғой, трансовый состояние болады. Яғни сіз жасап жатасыз ғой, барлығын сезіп жатады, ол барлығын сезіп, біліп жатады. Бірақ ұйықтап жатады бір жағынан. Миы ұйықтап жатады да, өзі бірақ сезіп жатады барлығы не болып жатқанын, иә, айналасында не болып жатқанын. Трансовый состояние кезінде айтады, ол альфа состояние дейміз да, ол кезде любой қандай тілек орындайсыз, жаңағы запроспен келесің, иә, мысалға бір өзіңнің ниетіңмен келесің ғой, сол ниетің сенің орындалады, иә. Енді оны сеансқа жатқан кезде үнемі соны ойлап жату деген емес. Просто сіз бастапқы келе жатқан кезде сеансқа, мен мысалға отношениямды дұрыстасам деп едім, мен денсаулығымды дұрыстасам деп едім деп, сондай ниетпен келсеңіз, сол запросыңызға қарай уже денеде өзгеріс пайда бола бастайды. Және де мынандай кейде клиенттер келіп жатады, мен ақша потогын ашқым келеді, соның нүктесін басып беріңізші дейді да. Ондай нәрсе болмайды. Ондай жаңағы сиқыр жоқ, потому что бұл жерде мен мысалға бұл жерде тек себепшімін, иә. Мен тек ортада проводникпін. Мен тек Алланың берген осы ілімін мен үйрендім және сіздерге жасаймын. Ал ары қарай нәтиже ол сізден және Алладан болады. Ең бірінші сізден және Алладан. Олай дейтінім, негізі Құранда да жазылған ғой, егер адам өзін өзгертем деп өзі шешім қабылдамаса, мен оны өзгерте алмаймын. Менің де қолымнан келмейді деген да. Сондықтан адам егер өзі шын ниетімен осы нәрсені өзгертем деп келсе, ол нәрсе өзгеріске ұшырайды. Және үшіншіден, бірінші өзіңіз, онан кейін Алла, үшіншіден сіздің денеңіз нені қалайды, денеңіз нені өзгерткенін қалайды. Сол денеңізден біз сұрақ қоямыз басында, сеанстың басында. Тело, что ты выбираешь деп қоямыз. Сол кезде
дене өзі таңдайды. Оған ақша керек па, оған қарым-қатынас керек па, просто или оған мысалға да денемізге біздің жаңағы ләззат алу керек, иә. Просто біз мысалға көбінесе біз денемізге мән бермейміз. Сол денеңізге просто массаж алу керек шығар, просто сеанс өткізу керек шығар, болды. Соны қаласа уже денеге сіз неғұрлым көбірек оған беретін болсаңыз деген, яғни массаж жасатасыз, денемізге бізге не ұнайды, массаж, болмаса жаңағы салонға бару, иә, бір жерге барып, әдемі жерге барып, шай ішу, кофе ішу, иә, әдемі киім кию, иә, өзіңізге уход жасау, сондай нәрсені жасайтын болсаңыз, сізге денеңіз өзіңізге қажет дүниені береді, ақшаны да береді, қарым-қатынаста жөнделеді. Яғни өзіңізге вложение жасау ғой, бұл жерде мен тоқетерін айтайыншы, вложение жасаған сайын өзіңізге, мысалға біздер табыс табамыз, иә, табыс таппайтын емес. Барлықтарыңыз мысалға біреуіңіз айлықта жұмыс істейсіздер, біреулеріңіз жаңағы өзіңіздің жеке бизнесіңіз бар, иә. Ең бірінші тапқан табысты сіз өзіңізге жұмсау керексіз. 10%-ын хотя бы, иә, бастапқыда 10%-ын солай бастау керек, кейін 40-50%-ға дейін көтересіз. Солай өзіңізге жұмсаған кезде мына дене бізде нәпсі бұл, иә, нәпсі әдемі нәрселерді жақсы көреді, әдемі жерге барғанды жақсы көреді, иә, қыдырғанды жақсы көреді, жылтыраған нәрсені жақсы көреді. Сол нәрсені сіз осы денеңізге берсеңіз, уже денеңіз, сіз оған не бердіңіз, ол сізге сол нәрсе, сіз қалаған нәрсені береді өзіңізге. Ақша керек па, ақша. Күйеуіңізбен дұрысталу керек па, оны да береді. Бала шағаңыздың сау болғанын қалайсыз ба, оны да береді. Яғни біздің денеміз, ол дененің ақысын беру керек деген сол. Денеміз бізге қызмет жасағаннан кейін, ол да сізден соответственно бұған да қарау керек, яғни бұған да уход жасау керек. Сонда ғана ол сіздің қалағаныңызды кез келген уақытта тауып алып беріп тұрады. Осылай. Тағы да басқа егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментарийге сұрақ қалдырып кетіңіздер. Сеанс алам деушілер болса, жазыңыздар. Менің қазір өзім емес, шәкірттерімді қабылдаттырып жүрмін, яғни оларға мен өзім клиент тауып берем. Сол арқылы олар өздерінің қосымша табыстарын тауып жүр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.